Саламатсыздар ма балалар? 6 сынып қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы әлемдегі ірі кітапханалар тарауы бойынша бірінші тақырып кітапхана және кітаптың маңызы. Сабаққа негізделген оқу мақсаты: оқылым, мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру. Екінші жазылым, оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу. Қызығушылықты ояту: ой түрткі сұрақтарға жауап беру арқылы тақырыпты болжайсыңдар. Бірінші сұрақ: кітап деген ұғымды қалай түсінесіңдер? Екінші сұрақ: сендердің ойларыңша адамға өмірде қажетті қандай қызығушылықтар бар? Үшінші сұрақ: кітап оқу адамға не үшін қажет? Төртінші сұрақ: кітап оқудан қандай ой түюге болады? Оқулық пен жұмыс. Оқулықтарындағы 157 бетте берілген мәтінмен танысып, мәтінді оқып, негізгі және қосымша ақпаратты анықтаңдар. Мәтін соңындағы ой түрткі сұрақтарға жауап беріңдер. Екінші тапсырма: оқылым мәтіні бойынша ойларыңды 4 сөйлем тәсілі арқылы жазыңдар. Бірінші пікір: оқыған мәтін бойынша өзіндік пікірін бір сөйлеммен жазады. Екінші дәлел: мәтін негізінде түрлі көзқарастарды бір сөйлеммен дәлелдейді. Үшінші мысал: дәлелдеген ойын өмірмен байланыстырып қорытынды шығарады. Төртінші қорытынды: өз пікірін түйіндей отырып шешім шығарады. Үшінші тапсырма: оқылым мәтіні бойынша жинақы мәтін жазыңдар. Әр тапсырмаға сай дескрипторлар берілген. Осы берілген дескрипторға қарап тапсырманы орындаймыз. Дескриптор бойынша тапсырманы орындауларына қарай мен сіздерді бағдаршам әдісі арқылы бағалаймын. Сабақтың соңында сабағымызға кері байланыс жасаймыз. SMS әдісі арқылы. Бірінші: өте жақсы түсіндім, сабақ маған ұнады. Сабақты жақсы түсіндім, немесе тақырып бойынша әлі де ізденуім керек деген сияқты SMS хабарламаларды жолдайсыздар. Үй тапсырмасы. Төртінші тапсырма: оқылым мәтіні бойынша нақтылау сұрақтарын құрастырыңдар. Сабағым ұнады деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.